Тәуелсіздігіміздің, айбарлы азаттығымыздың айғағы, ұлттық мерекеміз Республика күні баршамызға құтты болсын. Ұлық мереке Республика күніне арналған салтанатты жиынды ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Әуезовтің қазақ тілі үшін алаңдап, қазақ мектептері салынсын деп жанұшыра еңбек еткен Ахмет Байтұрсыновтың кешегі халық жауы деп репрессияға ұшыраған зиялы қауым өкілдерінің, сонымен қатар Ұлы Отан соғысына қатысып, ерлік көрсеткен Бауыржан Момышұлы бастаған Әлия, Мәншүк, батыр қыздарымыздың тәуелсіздікті алуымызға бірден бір себеп болған желтоқсан оқиғасының қатысушы жастарының жазықсыз өлім ұшқан боздақтардың жалынды үні бар. Солардың арқасында қазақ елі Қазақстан Республикасы болып бойын тіктеді. Сондай қиындықтармен қол жеткізген Республика күні баршамызға құтты болсын ағайын. Тұғырымыз мықты, ел іші тыныш, ынтымағымыз бекем болып, Қазақстан Республикасы мәңгі жасай берсін. 1990 жылы 25 қазанда Қазақстанның егемендігі туралы декларация қабылданғаны баршамызға белгілі. Өз кезегінде бұл құжат тәуелсіздігіміздің саяси құқықтық негізін қалыптастырды. Бір сөзбен айтсақ, декларация еліміздің тәуелсіздік алуына жол ашқан ең басты құжат. Сондықтан да бұл мереке қазақ халқының сан ғасырлық мемлекеттік дәстүрін жаңғыртқан, бостандық үшін күрескен бабаларымыздың арманы ақиқатқа айналған күн болып қалары сөзсіз. Халқымызда егемен болмай ел болмас деген терең мағыналы сөз бар. Шын мәнінде егемендікке бастайтын қасиетті жолды халқымыз ұзақ жылдар бойы жүріп өтті. Ең бастысы, біз бабалар аңсаған азат елге айналдық. Әлем мойындаған, құрмет тұтқан мемлекет атандық. Мұның барлығы бүкіл халқымыздың ортақ еңбегінің жемісі. Республика күнінің басты құндылығы осында. Құрметті ауыл тұрғындары, сіздерді ұлттық мерекемізбен құттықтай отырып, мықты денсаулық, отбасыларыңызға ырыс несібе, амандық, халқымызға береке, бірлік, елімізге тыныштық тілеймін. Тәуелсіздігіміздің тұғыры нық, ғұмыры мәңгі болсын. Мереке құтты болсын.
туып өскен жерім